Сәлем аналар, қыздар. Бүгінгі тақырыбымыз құлақтан ірің ақса не істейміз деген сұраққа жауап беретін боламын. Құлақ сыртқы, ортаңғы және ішкі болып бөлінеді. Сыртқы құлаққа құлақ қалқаны кіреді. Ортаңғы құлаққа дабыл жарғағы пердесі, балғашық, төс үзеңгі сүйекшелері кіреді. Ал ішкі құлаққа ұлу тәрізді мүшесі кіреді, яғни ерімді түтікше сияқты болып тұрады. Ол есту қызметін өте маңызды, есту қызметіне. Құлақтан ірің ақса не істейміз? Үлкен кіші болсын, бұл құлақ ауруы жиі кездеседі. Ірің неден пайда болады? Ірің құлақтың қатты суықтығынан пайда болады. Құлақтың сырты мен ішін бөліп тұратын пердесі болады, яғни дабыл жарғағы. Ол өте нәзік, ол сонымен қорғаныш, есту қызметін атқарады. Әртүрлі дыбыс толқындарын дұрыс жеткізуге көмектеседі. Сол қатты суықтан пердесі ірің тесіп шығады құлақтың. Құлақтан ірің ақса міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Үй жағдайында күтінуге негізінен құлақты жуу кіреді. Фурацелемен жуамыз. Дайындалуы 200 мл жылы суға 2 таблетканы ертіп саламыз. Бізге керек 20 граммдық шприц керек болады. Фурацеленді жылы су болу керек. Фурацеленге жылы суды араластырып, құлақты жуар кезде міндетті түрде сақтық шараларын ұстанған дұрыс. Бала болатын болса, бір адам ұстап тұруы қажет. Шприцтің ұшын құлаққа кіріп тұрмау қажет, қатты кіріп тұрмау қажет. Басты сәл қисайтып ұстаймыз, жууға ыңғайлы болу керек. Ірің ағып тұрған құлақты 3 рет жуамыз. Сосын мақтамен құрғатып сүртіп аламыз. Құлақта мақтаны салардан алдын бізге тағайындалған дәрігердің сол дәріні құлаққа тамызамыз. Сөйтіп барып құлақта мақтаны салып қоямыз, яғни жарты сағат тұру қажет, өйткені жуғаннан кейін суықтап қалмас үшін. Құлаққа дәрігердің тағайындауы міндетті түрде қолданыңыздар. Құлақты 5 күн, күніне 3 реттен жуамыз. Құлақты шомылардан алдын міндетті түрде мақтаны майға кішкене батырып алып, аққан құлаққа тығып қоямыз. Баланың құлағына су кіріп кетуін сақтайды. Қайтадан құлақтың ағып кетуінен, тоқтамай ағуынан сақтайды. Бұл сақтық шаралары болып есептеледі. Құлақты міндетті түрде таза ұстаңыздар. Құлақтың ағуы мұрынмен тікелей байланысты. Мұрын тоқтамай ұзақ уақыт ағатын болса, ол құлаққа өтеді. Алдыңғы видеомда мұрын жуу туралы айтқанмын. Не үшін мұрын жуу маңызды? Осылай күтпеген жерден құлақтағы ірің, қайықтан мұрындағы ірің құлаққа өтіп кетуі мүмкін. Құлақ іріңдеп тесілді. Енді құлақтың естуі төмендей бастайды. Құлақтың естуі төмендегеннен кейін міндетті түрде операция болады. Осылай құлақтың естуі жылдар өте мүлде естімеуі мүмкін. Оның алдын алу үшін операция қажет етеді. Бірақ толығымен бұрынғы қалыпқа келмеуі мүмкін. Ал егер жас бала болатын болса, олардың тесілген пердесі қалыпқа келуі мүмкін. Ол жақсы күтінсе, асқындырмай дер кезінде емделсе, қалыпқа келеді. Сол сияқты өздеріңіз күтіңіздер, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын.